Сәлем достар, баршаңызға белгілі сан қызыл мақпал тортын дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен корждарын пісіру үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Сонан соң құрғақ қоспаларымызды, яғни ұн, какао, қопсытқыш және содамызды өзара араластырамыз. Айранға бір кіші қасық сұйық қызыл бояғышымызды салып, оны да араластырып аламыз. Миксерлейтін ыдысымызға жұмыртқамызды және құмшекерімізді салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, аппақ масса болғанша, яғни көпіріп, көлем жағына ұлғайынша миксерлейміз. Сұйық майымыз бен айранымызды кезек-кезек құя отырып, миксердің көмегімен араластырамыз. Ең соңынан құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп, қосып араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Оның сұйықтығы осындай болып шығады. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға қамырымызды құйып аламыз, және де трафаретті осылай қойып, қағазды, яғни бетіне қоямыз, трафаретті астына қоямыз. Соның көмегімен қамырымызды дұрыс қылып жайып шығамыз. Барлығын тура видеодағыдай құямыз, және ең соңынан палетка немесе қасықтың көмегімен бірдегіс қылып жайып шығамыз. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 6-7 минут пісіріп аламыз. Жақсылап суыған коржымызды осылай трафареттің көмегімен кесіп, жан-жағындағы артықтарын алып тастағандарыңыз дұрыс. Сол кезде барлық корждарыңыз бірдей, бір тегіс әдемі болып шығады. Крем дайындау үшін бізге 33-35% сливки, творожный сыр және де қант ұнтағы қажет болады. Мұздай творожный сырымызға қант ұнтағын салып, барлығын миксердің көмегімен араластырамыз, яғни творожный сырымыздың қатты бөліктерін бөліп, араластырып, біртекті қылып алу керек. Сонан соң мұздай сливкиімізді жайлап үстінен құя отырып, барлығын араластырып, осындай өз-өзін жақсы ұстап тұратын форма шыққанша араластырамыз. Бірақ тым көп араластырып жібермеңіздер, сіздердің сливкилеріңіз бөлініп кетуі мүмкін. Сол себепті мұқият болғандарыңыз дұрыс. Міне біздің творожный креміміз дайын болды. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға 802 деген насадканы кигізіп, осы кремдеріміздің барлығын салып аламыз. Алғашқы коржымызды қоямыз, және де астыңғы жағына аздап кремнен жағып қойсаңыздар, корждарыңыз жылжып кетпейді. Және де кремімізді дәл осылай видеодағылай шариктер шығарып істеп шығамыз. Барлығын осы видеоға мұқият қарап жасасаңыздар жеткілікті. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын тортымызды өз қалауымыз бойынша әсемдеп сәндейміз. Біздің өте дәмді қызыл мақпал тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.